Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Корей елінің тағамы пигодиді дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырымызды ашытып аламыз. Ол үшін 800 грамм ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Және жылы суымызға 1 шай қасық тұз саламыз. Және толтырмай 1 шай қасық қант қосатын боламыз. Және де дрож саламыз. Дрож менде осындай қамырды тез ашытатын дрож. Мен осыдан 2 шай қасық қостым. Ал сіздер үйлеріңізде қандай дрож бар, соны пайдалана берсеңіздер болады. Және де араластырып алып, оның үстіне 1 ас қасық сұйық май қосамыз. Міне біздің сұйықтығымыз дайын болды. Енді осыны ұнымызға сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сұйықтығымыздың барлығын құйғанша алдымен осылай қасықпен араластырып аламыз. Сұйықтығымызды құйып болғаннан кейін ары қарай қолымызбен илейтін боламыз. Июін жақсылап қандырып, жұмсақ қамыр илейміз. Алдағы керемет видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне осылай қамырымызды илеп болдық. Және оны мен кішірек ыдысқа салып, бетін салапанмен жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Бұл қамырымыз ашығанша біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына осындай сиыр етінен фарш және 1 килограммнан кішкене асатын осындай асқабақ және 2 дана пияз және кішкене капуста қосатын боламын. Мен асқабақты барынша бүтіндей алуға тырысамын. Себебі оның ішіндегі асқабақтың дәндері өте денсаулыққа пайдалы. Мен оны тастамаймын, жуып кептіріп алып қоямын. Және бұл жерде салмасына не қосатыныңыз қатты маңызды емес. Көбінесе капустамен, яғни орам жапырақпен жасап жатады, бірақ үйдегілер асқабақтан жасағанды қатты ұнатады. Сол үшін мен асқабақтан жасадым. Міне асқабақтың барлығын осылай кубиктап турап шықтым. Маған осылай асқабақты майдалап тураған ұнайды. Ал сіздер өз қалауларыңызша турай берсеңіздер болады. Міне асқабақтың бәрін қосып шықтым. Және пияз қосамыз 2 дана. Пиязды да майдалап турап шықтым. Және мен кішкене дәмі шықсын деп капуста қосып жібердім. Міне осылай бәрін турап қосып болдық. Енді 3 дана сарымсақтың бөлігін осындай езгіштің көмегімен қосатын боламыз. Және де мен 1,5 қасық тұз қостым. Және дәміне қарай қара бұрыш қостым. Егер сіздің фаршыңыз қатты майлы болмаса, онда 1 ас қасық сұйық май қосып жүрсеңіз болады. Міне енді барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай түйір-түйір болып тұрған фарштың барлығын езіп, жақсылап қолымызбен мыжа отырып араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді ашыған қамырымызды аламыз. Менде қамыр жақсы көтерілді. Және осы қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Және оны да тағы да бірнеше бөлікке бөлеміз. Осылай кішкене домалақ қамырлар жасайтын боламыз. Міне тура видеодағыдай осылай барлығын домалап шықтым. Менде осындай домалақ қамырдан 20 дана шықты. Міне осылай 20 дана қамырымыздың бетін салафанмен жауып, тағы да 5-10 минутқа қалдырамыз. Ол тағы да көтеріледі. Осы аралықта біз мантоваркамызды майлап дайындап аламыз.
мантаваркамызды майлап болдық. Енді қамырларымыз кішкене көтерілді. Енді шетінен алып, қамырымызды жайып бүгетін боламыз. Ұн қолданбаймыз. Оның орнына егер қамырыңыз жабысып, қолыңызға жабысып жатса, кішкене қолыңызды сұйық маймен майлап алыңыз. Және салмасын өте көп салуға тырысыңыздар, сонда біздің пигодиіміз өте дәмді болып шығады. Мен мұнда сіздерге екі түрлі өріс түрін үйретемін. Сіздер қалай өздеріңіздің қолдарыңыздан қалыңдай өріс келеді, соны өрсеңіздер болады. Міне, менде осындай бірінші өрісім. Енді екіншісін көрсетейін. Осылай екі қамырды екі жағынан кезек-кезек тарта отырып, ортаға әкеп, осылай қолымызбен жабыстырып, түйіп шығамыз. Енді ортасын жабыстырамыз. Міне, осылай барлық қамырымызды жайып, салмасын салып, мантаваркаға орналастырып шығамыз. Егер қолыңыздан ондай өріс келмейтін болса, онда жай ғана қамырды екі жағынан жабыстыра салсаңыз да болады. Ол ашылып кетпейді. Қамырды қатты қалың емес, қатты жұқа емес, осылай орташа көлемде жаятын боламыз. Міне, мен осылай барлық қамырымды жайып, осылай түйіп, мантаваркаға орналастырып шықтым. Қатты уақытты алмайды. Және менде осы 20 дана қамырдан бір мантаварка толық пигоди шықты. Сонда менде әр листқа 5 дана қамырдан салынды. Және бұны бірден отқа қоймаймыз, тағы да 15-20 минут тұру қажет. Қамырымыз тағы да көтеріледі, одан кейін оны 40 минутқа отқа қойып пісіріп аламыз. Міне, пигодиіміз 40 минутта пісіп шықты, томпиып, әдем болып көтерілді. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Үйдегі жандарды осындай ерекше тағамдармен қуантыңыздар. Мен пигодиді ұсынғанда ортасына осындай морковь по-корейски салатын салып ұсынғанды ұнатамын. Өте әдемі көрінеді. Менің YouTube каналымда осы үй жағдайында жасалынатын морковь по-корейски салатының рецептісі бар. Сол жерден көріп, қарап жасасаңыздар болады. Жасап көріңіздер. Отбасыларыңыздағы жандарға ұнайтынына сенімдімін. Келесі видеоларда көріскенше астарыңыз дәмді болсын.